жастар ата аналарымен бірге тұра қоймайды. Өздері бөлек тұрады. Келіншегі босанды, ол өзін күте ме? Ол бүкіл сүйегі бәрі босап тұрмайды ол келіншектің бала туғаннан кейін. Ол өзін күте ме? Жоқ, баласына қарай ма? Мінекей осындай кезде ең болмағанда бір ай, ең болмағанда 2 ай әкелері қасында болып, жаңағы келіншекті күту керек қой. Мына бірінші басшылар, әрбір ұйымда первый руководитель бар ғой. Мінекей осылар келіншегім босанды деген адамды шақырып алып, жас жігіттер. Одан сұрау керек, әй, сенің келіншегің босанып жатса, сенің шешең болмаса келіншегінің анасы сенің келіншегіңді күте ме? Баға ма? Деп. Жоқ десе, онда өзің ең болмағанда бір ай демалыс алда бар келіншегіңді бақ деу керек. Мінекей сол кезде бірінші басшы айтып жатса, ол бізге заң сияқты. Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші көтерсін дейді. Ал адамның бас ұстазы, бірінші тәрбиеші ол ата-ана ғой. Екінші, жаңада осы жерде ойна неде роликте шығып тұрды, мынандай сөз бар. Әкелі бала жау жүрек, жиын тойға барады, төрден орын алады дейді. Енді бұны әлеуметтік желілерде Бұхар жыраудың сөзі деп жүр. Бұхар жыраудың ма, басқаныққа бірақ өте әдемі сөз. Енді осы жерде әкелі бала жау жүрек деген, ол әкесі бар бала деген сөз емес. Ол әкенің тәрбиесін көрген бала деген сөз. Мына жерде айтады, жиын тойға барады, төрден орын алады. Әкесі бар бала, әкесінің артынан жүгіріп барып төрге отырып ал деген сөз емес. Ол әкенің тәрбиесін көрген бала, егер әкесі баласына шежірені үйретсе, жет атасын үйретсе, нағаштар туралы айтса, ата-бабаларының қандай болғанын айтса, мына жақын жуық ағайын туыстардың кімдер екенін айтса, ол барған жерінде үлкен адамдарға осы әңгімені дұрыстап айтып бере алса бала, оны, мынау бір көргенді бала екен, мынаның болашағы бар екен, мынау өзіміздің жиен екен, деп төрге шығарады. Мінекей осы. Енді бұның жалғасы бар. Әкесі бала су жүрек, жиын тойға барады, босағада қалады дейді. Егер әкесі жаңа дүниелердің бұл жерде жетім баланы айтып тұрған жоқ. Жаңа әкенің тәрбиесін көрмесе, әкесі жаңағыдай дүниелерді айтпаса балаға, ол барақта ешкіммен сөйлесе алмайды. Сөйтеді де ешкім оны елемейді, босағада қалады.